Қазіргі заманда табиғи өнімдер мен шөптерді пайдалану трендке айналып келеді. Адамдар химиялық дәрілерден гөрі табиғат берген пайдалы өсімдіктерге көбірек жүгінеді. Солардың ішінде қарапайым аскөк тұқымы ерекше орын алады. Күнделікті укроп суын ішсеңіз не болады деп ойлап көрдіңіз бе? Бұл кішкентай ғана дәндер сіздің денсаулығыңызды айтарлықтай жақсартуы мүмкін. Бұл видео аскөк тұқымының құпияларына терең үңіліп, оның пайдасы мен дайындау жолдарын толық түсіндіріп береді. Аскөк тұқымының құрамындағы құнды заттар. Аскөк тұқымы тек асханадағы дәмдеуіш қана емес. Оның құрамында эфир майлары, флавоноидтар, каротиноидтар, сондай-ақ А топтарының дәрумендері бар. Магний, темір, кальций, фосфор секілді минералдарға бай. Бұл элементтердің әрқайсысы біздің ағзамызға өте қажет. Эфир майлары қабынуды азайтады және тыныштандырады. Флавоноидтар күшті антиоксиданттар, жасушаларды зақымданудан қорғайды. Кальций сүйектер мен тістердің саулығы үшін таптырмас минерал. Темір қан құрамын жақсартып, шаршауды жояды. Аскөк суының денсаулыққа оң пайдасы. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Аскөк суы ішек жұмысын реттеп, іш кебуін, ауырсынуды, тамақтан кейінгі жайсыздықты басады. Зат алмасуды жылдамдатады, салмақ тастағысы келетіндер үшін өте пайдалы. Ол ағзадағы артық майды ыдыратып, артық суды шығарады. Ұйқыны жақсартады, табиғи тыныштандырғыш ретінде стресс пен мазасыздықты азайтады, сапалы ұйқы сыйлайды. Қан қысымын төмендетеді. Аскөк құрамындағы калий қан қысымын реттеп, жүрек ауруларының алдын алады. Иммунитетті күшейтеді. Және дәрумендері ағзаны вирустар инфекциялардан қорғайды. Тері мен шаш саулығы, теріні тазалап, безеуді азайтады. Шаштың түсуін баяулатып, жылтыратады. Анемияның алдын алады, темірдің жақсы сіңуіне көмектесіп, қан аздықтың алдын алады. Тыныс алу жолдарын тазалайды, жөтел мен қақырықты кетіріп, демалуды жеңілдетеді. Ішек паразиттерінен тазартады. Аскөк суы ішек гельминттерін жойып, ішкі тазалықты қамтамасыз етеді. Бауырды тазалайды, ағзадан токсиндерді шығарып, бауыр жұмысын жақсартады. Аскөк суын қалай дайындауға болады? Шай қасық аскөк тұқымын алыңыз. Стакан қайнаған суға салып, қақпағын жауып, 10-15 минут тұндырыңыз. Сүзіп алып, жылы күйінде ішіңіз. Күніне 1-2 рет ішуге болады. Балама әдістер. Аскөк тұқымын ұнтақтап, балмен араластырып жеу. Аскөк майын суға қосып ішу. Қандай жағдайларда сақ болу керек? Қан қысымы төмен адамдарға күніне 1 реттен артық ішпеу ұсынылады. Жүкті әйелдер міндетті түрде дәрігермен кеңесу керек. Аллергиялық реакция болса, пайдалануды тоқтатыңыз. Табиғат бізге көптеген сыйлықтар береді, солардың бірі аскөк тұқымы. Күнделікті аскөк суын ішу арқылы сіз денсаулығыңызды жақсартып, өзіңізді сергек сезіне аласыз. Қолыңыздағы қарапайым ғана аскөк тұқымы ағзаңызға қаншалықты пайдалы болатынын байқап көріңіз. Егер видео ұнаса, лайк басып арнамызға жазылыңыз. Пікірлеріңізді күтеміз. Сіз аскөк суын пайдаланып көрдіңіз бе? Өз тәжірибеңізді бөлісіңіз.